Тұрсынбек пен Мөлдір туралы күтпеген жаңалық тарады. Ол расымен кездесті ме, әлде бұл жай ғана қауесет пе? Осы видеода барлық шындықты көресіз. Толық ақпарат пен қызықты сәттерді жіберіп алмаңыз. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңырауды қосыңыз, жаңа видеолар бірінші сізге келеді. Қазақстандық шоу-бизнестегі ең танымал жұптардың бірі болған Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұқанованың жеке өмірі соңғы уақытта желі қолданушыларының басты назарында. Көптен бері бірге көрінбеген бұрынғы ерлі-зайыптылар жақында әуежайда кездесіп, қалың көпшілікті таңғалдырды. Продюсер Мөлдір Мұқанова 7-ші арнаға берген эксклюзивті сұхбатында шетелден оралған тұңғыш қызы Әдеміні күтіп алу барысындағы қызықтармен бөлісті. Оның айтуынша, алғашқы жүздесу Мөлдір мен Тұрсынбек қыздарын күтіп алу кезінде 1,5 жылдан кейін алғаш рет жүзбе-жүз кездескен. Қарым-қатынас деңгейіне келетін болса, продюсер бұрынғы жолдасымен тек сыпайы түрде амандасқанын және арада ешқандай артық әңгіме болмағанын ашық айтты. «Сәлеміміз түзу» деп қысқа қайырды ол. 501 ақ раушанның құпиясы әуежайда Әдеміге ұсынылған зәулім 501 ақ раушан гүлі желіде қызу талқыланған болатын. Мөлдір Мұқанова бұл сыйлықты қыздарына әкелері Тұрсынбек Қабатов беріп жібергенін растады. Бастапқыда қыздары бұл құпияны жасырғысы келгенімен шындықтың беті ашылды. Көпшілікті мазалаған Мөлдір Мұқанованың жеке өмірінде жаңалық бар ма деген сұраққа продюсер әзірге ешқандай өзгеріс жоқ деп жауап берді. Қазіргі уақытта ол бар назарын балаларына және шығармашылық жобаларына аударған. Құрметті тыңдармандар, өз ой-пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздердің ой-пікірлеріңіз біз үшін аса маңызды. Келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар? Мен сіздердің ой-пікірлеріңізді күтемін. Және де каналға жазылуды, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.